Барлығыңа сәлем достар, қаларың қалай? Осы жақында ғана өз дипломымды қолыма алдым. Енді сендермен бөліскім келетін тақырып қалай шетелге оқуға кетуге болады және шетелдегі студенттік шақ жайында айтқым келеді. Жалпы осы студенттік шақтағы 4 жылыңды қалай бір күшті өткізуге болады, қалай бір керемет есте қалатындай өткізуге болады деген сияқты кейбір балаларда, оқушыларда, студенттерде бір сұрақ пайда болады. Ол кезде мен айтатын едім, бір семестр шетелде білім алып келу деп. Жалпы енді студенттік шақтың бір семестрін Түркияда өткізген студент ретінде сіздерге бірнеше өзімнің басым өткен оқиғаларым жалпы осы Түркияға кету жолын айтып өткім келеді. Кейбір студенттер, кейбір оқушылар білмейді. Тек қана 4 жылыңды Қазақстанда ғана оқи аласың деген сияқты ойлары бар. Яғни солай ойлайды. Мен мысалы Казнуға түстім, 4 жыл бойы Казнда оқимын, 4 жыл бойы ЕНУда, 4 жыл бойы СДУда, 4 жыл бойы МНЮда деген сияқты өздерінің ойларында бір дүние бар. Бірақ мен екінші курста осы Ясауи университетінің арқасында Түркияға оқуға кеттім. Ясауи университеті арқылы Түркияға кетудің өте көп жолдары бар. Яғни Түркияға кетудегі бір мықты университетке кетудің жолдары өте көп. Мысалы сен топ 5-тегі университетке кете аласың, топ 6, топ 8-дің ішіндегі, яғни Түркияда өте көп университет бар, өте көп қала бар. Оның ішіндегі мегаполистердегі университеттерге кету Яссауи арқылы өте оңай. Себебі Яссауи халықаралық қазақ-түрік университеті болған соң, бұл дипломның, бұл университеттің көптеген Түркиядағы жұмыс орындарына болсын, университеттерге болсын, есігі айқара ашық. Ал өзім екінші курстың екінші семестрі Түркияға оқуға кеткен болатынмын. Измир қаласы Эге университетіне. Неге шетелге кеттім? Бірінші сұрақ. Мен оқушы кезімнен бері армандадым Түркияда оқуды, Түркияда студент болып көруді. Себебі өздеріңіз білесіздер, 2019 жылдар біз кішкентай қыздар кездерімізде Инстаграмда, Таргетте Түркияда оқу, Сакария, Карабөк, Мерсин деген сияқты қалалар өте танымал болды. Сол кезден қызығып бастағанмын. Негізі тіпті одан ерте 2017-2018-лерде, бірақ 2019-дан бастап қатты қызығып соны зерттей бастадым. Негізі Яссауи университетіне түсудегі басты мақсатым да осы Түркияда оқу еді. Оны УБТ жайында түсірген видеомдан көре аласыздар. Неліктен Яссауиге түстім, неліктен УБТ жолында мамандығым ауысты деген сияқты. Ол келесі аккаунттағы видеодан тауып алыңыздар өздеріңіз. Ладно. Жалпы екінші курста осы Яссауи университетінің арқасында Измир қаласы Эге университетіне бардым. Ол жақта студент болдым. Бару жолымда өте қиын болды негізі. Андай бір адамдарда болады ғой, бір дүниені қатты қаласаң, сол нәрсе бойынша өте көп сыналасың. Менде де осы Түркияға оқуға кету, Түркияда өмір сүру деген сияқты тақырыптарда қатты бір қиын болды. Неге мен сіздерге бір семестр шетелде оқып келуді ұсынатын едім? Себебі тек қана бір қалада, бір университетте қалып қоймайсыз. Тек қана Түркияны ұсынбаймын. Біріншіден өте көп мүмкіндік бар. Қаласаң Россияға кет, қаласаң Еуропаға кет, қаласаң мысалы Азия елдеріне, Кореяға, Қытайға барып бір семестр оқып келетін мүмкіндіктер бар. Бірақ бұл жерде ең үлкен нәрсе, сұралатын нәрсе ол тіл. Мысалы сіз Кореяға барсаңыз ағылшын тілін білу керексіз. Қытайға барсаңыз Қытай тілін, Еуропаға барсаңыз ағылшын тілін тоже, Түркияға барсаңыз ағылшын, түрік тілдерін. Маған мысалы түрік тілін оқығаннан кейін, қазақ түрікте оқығаннан кейін Түркияға барып оқу, Түркияда білім алу оңайырақ болды. Сондықтан да мен Түркияны таңдап, Түркияға бір семестрға кеттім. Мысалы біз группада 40 студент болса, 40-тың біреуі ғана, мен ғана кеттім. Ол жерде әрине енді шетелге оқуға бір өзің кетуге қорқасың. Ата-анаң да саған жіберуге қорқады. Сол кезде айтады, жаңа бір подругаңды алып, бірге барсаңдар, бірге оқысаңдар, деген сияқты нәрселер болады. Бірақ сендерге бұл жерде айтқым келетіні, шетелге мысалға бір өзің болсаң да шыға бер. Біреулерді күтіп, жаңда достарыммен бірге шығамын, группаластарыммен бірге барам, группаластарымызды бірге оқимыз, анау бармай қалды, мен де келесі жыл бара салам деген нәрсенің доғар. Сенің осы студенттік шаққа берілген 4 жылың бар. 4 жылыңда сен біреуді күтумен, біреуді бірге баруым керек, болмаса мен қорқам, мен алып кетеді, мен ұрлап кетеді деген қорқыныштармен өткізуді тоқтату керек. Бір өзің болсын кете бер. Себебі 4 жыл уақыт өте аз. Сен оны пайдаланып қалсаң, ол саған плюс. Пайдалана алмай, жаңағыдай басқаларды күтіп, өзің қорқып, мен бір өзім бара алмай, мен әлі кішкентаймын деп жүрсең, сен онда біраз нәрседен құр қаласың. Студенттік шағың сол жатақхана,
университет кітапхана арасында өтеді, если солай өтсе ол. Бірақ сен осы университеттегі шағыңды басқаша бір группаластармен, басқаша бір мемлекетте елестетсең, онда кішкене тезірек қимылдауға тырыс. Бірінші курстан бастап, тіпті 11-ші сыныпты бітіріп, ұбт-ны алып, ұбт-ны бітіріп, балыңды алып, қолыңа грантқа түсіп алдың деген нәрсені естігеннен кейін, тамыз айынан бастап, даже грантқа түспегенді естімесең де болады. Тамыз айынан бастап тіл үйреніп кет. Сен мысалы академиялық ұтқырлыққа қай елге барғың келеді? Кореяға барғың келсе, онда кәріс тілін немесе ағылшын тілін оқып бастап кет. Сол сияқты баратын еліңді алдын ала мектеп кезінен жоспарлап қой. Мысалы сен шетелге 4 жыл оқуыңды арна деп айтып жатқан жоқпын ғой. Бір-ақ семестр сондағысы 1-6-5 жарым ай. Сол уақытты жақсы үнемдеуің үшін сен бірінші курстан бастап, тіпті басталмай тұрып сен қатты тілге кіріп кете көресің. Өте мықты түрде. Ал бірінші курсты оқып жүрген кезде сен жан-жағыңа, мен келесі жыл кетемін, мен келесі жыл Түркияда оқимын, Еуропада оқимын, мен Қытайда, Кореяда оқимын деп жарияға жар салып керек емес. Барынша тыныш жүр, ешкімге айтпай-ақ қой. Мақұл енді жанындағы подругаң өзің сияқты оқып қалған, шетел көргісі келетін, шетелге барғысы келетін бір андай жанын салып тұрады ғой, бір жаңа нәрсені көргім келеді, жаңа нәрсені естігім келеді деген адам болса, соған айт, давай бірге дінжалайық, давай бірге мына жаққа барайық деген сияқты. Если сенің ортаңда, енді ортаңа қарайсың ғой, енді қандай адамдар бар деген сияқты жан-жағыңа қарайсың. Ол кезде шетелге қызығатын, андай бір ортаң болмаса, онда тыныш қана жүрген дұрыс. Себебі сен оларға айттың ба, бітті. Ой, бара алмайсың, мұғалімдер жібермейді, өзің туысқан жібереді олар. Оқи алмайсың, ЖП балым түсіп кетеді, мен әпшемнің подругасы барып келген деген сияқты әңгімелер болады. Сондықтан да барынша тыныш жүріп бітірген дұрыс. Ондай кез кімге жаман, мысалы 4-5 адам болып, 4-5 группалас болып бірге барған. Бірақ бірінші курста барынша тыныш жүргенің дұрыс деп ойлаймын. Солай сен бір жылыңды дайындыққа арнайсың. Сол бірінші курстың соңында әр университетте емтихан болады. Мысалы, Орхон деген бағдарлама бар, Түркия үшін, Erasmus бар, Европа елдері үшін. Соның барлығын мұғалімдермен академиялық ұтқырлық деген бөлім болады. Соған барып, солардағы мұғалімдермен тілдесіп, сұхбаттасып, сапылдап біліп ал. Ол үшін сенің активист болғаның бұл кезде плюс болады. Себебі сен университеттегі кадрдағы мұғалімдерді танып бастайсың, активистердің арасындағы үлкен кісілер, сенен алдын барып келген адамдармен танысып ал. Солай опыт жинап бірінші курста сен барынша пысық бол, бірақ ешкімге айтпа. Ең бастысы академиялық ұтқырлық бөліміндегі ағай апайлармен жақсы араласып, барлық информацияны солардан алып алғаның дұрыс деп ойлаймын. Солай бірінші курсыңды кішкене былай бітірсең, екінші курсқа қарай уже сенде нақты план тұрады. Тіпті сен екінші курс болмаса да, үшінші курста барсаң да болады, бірақ үшінші курс кішкене рискқа толы деп айта аламын, себебі үшінші курста кете алмай қалсаң болды ғой, соңғы мүмкіндігің әбен болды ғой. Если сен екінші курста барып келіп ұнатып қалып, үшінші курста тағы да кетсең болады ғой. Сол үшін бірінші курстан бастап еңбектен тырыс, оқы, жан жақтағылармен аралас, ортаң көп болсын. Бірінші курста соны бітір. Аузыңнан қиып, шымен балмұздақ болып, мороженое жеп өйтіп жүрме. Мен өзім өйтіп жүрген жоқпын. Бірақ менің бұл жердегі үлкен қателігім, жан жақтағы достарыма да айтып бірге барайық, бірге оқиық дедім. Бірақ олардың көбінен отказы болғаннан кейін мен хорошо деп қойдым. Олар маған айтты, келесі жылы бірге барайық, осы жылы доғара тұр деп айтты маған. Мен жоқ дедім. Мен екінші курсқа кетуім керек деп кеттім. Бұл жерде өзіме рахмет айтқым келеді, себебі үшінші курста мен группаластарым барған ешкімді көрген жоқпын, барғысы келген адамды да көрген жоқпын. Сондықтан біреуді күтіп, біреу, келесі жыл барайық, бұл жыл тұрайық деген адамға сенбе. Себебі келесі жолы барамыз деген адам уже бармайды ол. Ертең барайық та бүгін бармай қояйық деген адам ертең де бармайды. Сондықтан ондай отказ алдың ба, болды, сен оны күтпе. Сен өзің кете бер. Өлмейсің. Қазақ толған, жан-жақта қазақ барлығы. Сен ешкім жеп қоймайды, ойбайлар қазақтың ет тәтті екен деп. Сондықтан қорықпай, кішкене менде аллергия. I'm sorry, даусымнан есе түсінбей жатсаңдар, кішкене өздерің түсініп аласыңдар деген ойдамын. Сосын сендерге айтқым келетін нәрсе, бұл жерде университетте кураторларыңмен, мұғалімдеріңмен жақсы аралас. Себебі сол кісілер сендерге жол сілтейді. Енді бірінші курста сендерде көбінде спецпәндер болмайды ғой, сервис пәндер болады. Ондай мұғалімдермен қатты араласып керек емес енді әрине. Спецпәндермен бірақ жақсы аралас, жақсы сөйлес, олардан да сұра. Менен алдын осы академиялық ұтқырлық, бір
Erasmus сияқты программалармен кеткен студенттер бар ма деп солардан сұра, олар жақсы біледі. Кураторынан сұра, кафедра факультет басшылықтарынан сұра. Әйтеуір араласып кішкене етің тірі болып солай біліп, сөйтіп біліп алып, номерлерін алып, оларға жаз. Мысалы мен көргім келеді, барғым келеді, сіз қай университетті ұсынасыз, сіздің барған университетіңізге барған дұрыс па деп. Себебі барып келген студенттің опыты көбірек болады. Сен мойындама, ой, өзім пиздеспін десең де болады да, негізі. Бірақ мен мысалы Түркияда барып оқып келген студент ретінде мен ол жақтағы университеттердің рейтингтарын білем. Қай қала студентке жайлы, қай қала жайлы емес, мен білем. Если сен барасың да, мысалы Түркияға просто саяхаттап барған адамнан сұрасаң, ол саған айтады, ой, Стамбулға түс, қалған қалалар ауыл деп айтады. Сен оған сеніп, Стамбулға ғана түсу керек, қалғандары онша емес қой деп лағып сөйтіп Стамбулға кеткің келеді. Сол сияқты дүние ғой, достар. Сол үшін сен опыты бар, көрген, білген адамға барған дұрыс. Еуропаға кеткің келе ма? Еуропада болып келген адамнан сұра. Қай қаласы қаржы жағынан дұрыс? Сіз қай қаласында барған кезде жақсы өмір сүрдіңіз? Қай халықтың, қай жердің адамдары жақсы деген сияқты сұрақтарың болсын. Сен универге байланысты сұрақ қой. Сені қалай қарсы алды? Саған қандай жағдай берді? Сені жалпы бетіп тымырайып жүрді ма? Общагасы қандай, жататын жері қандай, мүмкіндіктері қандай деген сияқты. Университет не қамтамасыз етті, нені берді, нені бермеді деген сияқты сұрақтарды сол кісіге қойып алсаң, уже сен бірнеше айға алдасың. Басқаларға қарағанда ерте оянасың. Саған айтып тұрған жоқпын, бірінші семестрде барып алып жұрттың миын ашты, деп ше, олай керек емес. Бірінші семестрде сен больше мұғалімдермен жақсы отношение құруға, сабақ оқуға тырыс. Қыркүйекте бара салып, мен Erasmuспен кеткім келеді, мен Орхумен кеткім келеді деп барып алма. Ол үлкен минус. Саған айтады, мына білгіш қақтан шыққан деп ше, олай айтпа. Сен бірінші курстың бірінші семестрінде тихаря жүр. Бірақ бірінші курста қимыл жаса. Сол қысқы семестрден кейін болады, уже үйіне қайттың, жаңа жыл тойладың, сөйтіп келдің ғой. Келген кезде бастан орысың. Екінші семестрден бастап. Бірақ саған айтып тұрмын, екінші семестр деп, екінші курс деп тұрған жоқпын. Соны есте сақтап ал. Бірінші семестр тыныш жүресің, бірінші семестр тек қана сабағыңды оқисың, барлығымен жақсы араласасың. Куратор, мұғалім, кафедра басшысы, активист боласың ба, білмеймін, не боласың. Бірақ жақсы араласасың бәрімен. Если сен жаңағыдай бара салып, бірінші курстың бірінші күні ақ бәрін ортасына отырып алып, ой, университет бізді шетелге жібереді екен, біз мына жаққа бара алады екенбіз, апай деп, типа, басқалардың көзіне өзіңе очко жинау үшін, типа айтсаң, ой, позор болғанның көкесі сонда болды. Если сен шетелге барып келсең, жаңа легі тірлігің артына жабасың. Если сен бара алмай қалсаң, типа бармасаң, болды, 4 жыл бойы ма, есіңде ма, сол кезде сен айтып едің ғой, шетелге кетем, бір семестр оқып келем деген сияқты. Айттық саған сол кезде бармайсың деген сияқты әңгімелерді естисің. Яғни. Сондықтан тыныш жүр, жарияға жар салма, өзің типа мықтымын деп олай көрсетудің керегі жоқ. Әсіресе өтірік. Ну типа ниет қой тоже. Ниетің шетелде оқу, білім алу болса, онда сен тыныш жүріп бітіресің. Если сен ниетің типа білетініңді басқаларға көрсету болса, онда сен минустасың досым. Енді тағы не айтамын сендерге? Тағы не айтсам болады сендерге? Айтатын нәрсе өте көп ше. Шетелде оқып келген студент бәрібір басқаша болады. Сендерге осыны айтайын. Шетелде оқыдың ба, болды, сенің шетелдік достарың болады. Мысалы, мен Түркиядағы топ 5-ші орындағы университетке бардым ғой, Эге университеті ол. Ол университеттегі студенттердің көбі, мысалы, қазір менің группаластарым, мысалы, 2 жыл өтіп баратыр ғой, әлі араласамыз, әлі таныспыз, әлі ол жақтағы ортам бар. Мен мысалы Түркияға одан кейін бардым ғой, олар мені күтіп тұрады. Қашан келесің, келсей, Измирға кел, бірге қыдырайық, сен Анкарадасың ба, мен де Анкарадамын, кездесейік деген сияқты өте көп ортаң болады. Сен мықты университетке бар. Мысалы, сен академиялық ұтқырлықпен ұтып алдың ғой. Мысалы, мен қорқам, мені құлатып жүреді, мен сәл слабилау университетке барайын деген сияқты жертва болуды тоқтату керек. Мықты университетке бару керексің. Себебі мықты ортаң болғанын қаласаң, мықты универге бар. Мықты жерде жүресің солай. Конкуренция болады, достар. Лох универге барып алып, ешкім бармайса универге барып алып, 90, 98, 80 алғаннан не пайда? Ол же мықты универге барып, 50-60 алып, летаға қалып келгенің қайда артық сендерге айтайын мен.
менің сол Түркиядағы группаластарым қазір біреуі Парижда жүр, біреуі Америкада жүр, біреуі Стамбулда жүр. Енді мақұл, енді Стамбул деп менсінбейміз, бірақ олар да академиялық құрлық арқылы кетеді, мықты универлерге, ішкі университеттерге. Сол кезде группаластарым ойландаш деп шок болып қаласың. Біреуі киноға түсіп жүр, біреуі театрда жүр, біреуі модель болып жүр да. И сен оларға қарап, ертең бұлар да бір жерде жүреді ғой, бір мықты маман болады ғой. Бірақ мен ең бастысы олар менің достарым деп қабылдайсың. Мынандай мықты адамдармен мен араластым ба? Осындай мықты группаластарым, шетелдік группаластарым бар ма деп өз-өзіңе сұрақ қойып таң қаласың. Өте көп сыйлықтар алатынмын достарымнан. Естелікке деген сияқты бірге суретке түсетінбіз, бірге қалаларда саяхаттайтынбыз, үйлерінен тамақ алып келетін, апайларым тамақ береді деді маған, шетелдегі студент деп. Жалпы күшті негізі достар. Бұл сезімді студенттік шақта сезініп көру деген ол өте күшті. Әсіресе ауылдан шыққан қарапайым қазақтың қызы үшін 17 жасында жалғыз өзі шетелге кетіп, 18 жасында шетелге кетіп, оқып, группаластармен араласып, сол жақта 6 ай тұру деген өте керемет нәрсе. Сен көзің жайнап, оқуға, білімге деген қызығушылығың артып келеді. Сен басқаша қарайсың уже. Өзгеріс болады. Мен келдім, 3-ші курста уже группаластарым айтады, сен қатты өзгергенсің, Заби, сенде бәрі басқаша деп айтады. Әрине басқаша болады. Себебі неше түрлі адам көресің, неше түрлі адаммен сұхбаттасасың, өмір сүру үшін қимылдайсың, адамдармен сөйлесесің, бір нәрсе сұрайсың. Ал Қазақстанда зона комфортада жүріп, бәрін біліп, ата-ананың жанында өмірің күшті болып жүрген кезде сен ештеңеге бас қатырмайсың, ештеңемен жұмысың болмайды. Ал сен ол кезде дамуың, бір нәрсені істеуің кішкене қиынырақ. Даже мен Қазақстанда жүргенде документпен, больницамен ешқандай жұмысы болмайды еді. Ал Түркияға барып мен айта алмаймын сендерге қалай жұмыс істегенімді, не істегендерімді, документ алу үшін ужас айта алмаймын. Қанша уақыт жүгірдік біз. Тұру куәлігі бар ғой енді оларда 6 айға рұқсат деген сияқты. Мен соны алу үшін қалай жүгіргенімді, қандай адамдармен, полицейскийлермен қалай араласқанымды олардан шағынып тұрып. Это паталық достар. Осы сәтте сендерге кішкене ауырып тұрмын енді ше, аллергия болып жаза ыстықта. Сондай бар енді шаңға деген сияқты. Осы қыста енді 4-ші курс бітіріп уже мен диплом алып қойдым ғой. Бірақ 4-ші курста енді 2-ші курстан кейін 4-ші курста алғаш 2-ші рет бардым Түркияға. Сол кезде маған группаласым. Ол кезде Анкараның қызы еді. Мен Анкараға практикаға бардым. Осыны сыйлыққа берді. Менен естелік болып қаласың деп. Қатты қуанып қаласың достар. Айта алмаймын сендерге. Ол үлкен бақыт негізі. Шетелдік группаластары болғаны. Шетелде сені күткен біреудің барын білу, ол күшті чувство. Сен араласа алсаң, сен дос ортақ құра алсаң, коммуникацияға жақсы болсаң, оның саған берер көмегі өте зор. Тойына шақырады, тойыма кел дейді. Барғым келеді енді әрине, баруға тырысамын да енді болашақта. Сол. Достар, енді осылай видеоны аяқтайын. Сендерге примерно бере алған ақпараттар бердім деп ойлаймын. Мен андай бір мықты ютубер емеспін, бір мынандай нәрсе бере алатын бір адам да емеспін, бірақ өз практикамнан бөлісіп, өзім әңгіме айтып отқандай қылып айтқым келді сендерге. Маған негізі бәрібір. Мақұл сендер ештеңе түсінбей қалсаңдар енді жүрегім ауырады кішкене, потому что менде аллергия, сөйлей алмай сөйтіп отсам кешірім сұраймын, бірақ барынша сендерге ақпарат беруге тырысып жатырмын. И мен барлығын бір видеоға сыйдырмаймын деп өз-өзіме уәде бердім. Осылай тақырыптарға бөліп тастаймын. Мен сендерге Қытайдағы түсірілген деректі кино, Қытайда мен ұсталып қалуым, Түркияға қалай Эге университет жайында мүлде бөлек нәрсе жазғым келеді. Осы жалпы студенттік шағымның 4 жылын бөлек қылып сендерге кеңес ретінде, жалпы бағыт ретінде айтып отырғым келеді. Сондықтан маған тіркеліп алыңдар. Енді бір нәрсе қайталай бермеймін, енді сынып қалған сағат сияқты. Ұнаса енді тіркелесіңдер ғой маған. Ұнамаса енді жүрегім ауырады кішкене. Бірақ енді барынша тырыстым. Алдағы уақыттарда да көбейеді деген ойдамын. Сендер бірақ жазыңдар. Заби мынандай нәрсе түсір, мынандай нәрсе айт деп. Мақұл, мен өте көп нәрсе білемін, что. Соның бәрімен бөліскім келеді. Бірақ менің аллергия менің емдетуім керек ше. Емдетпесем что-то қиналып
қиналып қалып жатырмын сендерге айтудан. Сосын мен ойымды дұрыс жинақтай алмай жатырмын. Оның бәрін ендігі уақытта қолға аламын деп ойлаймын. Мына алдыма жазып қоямын бар ғой. Мынадан соң мынаны айтамын, мынадан соң мынаны айтамын деп мына жерге парақпен толтырып қояйыншы. Бірақ сендердің көмектерің керек. Потому что мен сендерге не бергім келеді, не бере аламын, оны білмей тұрғаным барша чуть-чуть. Түркияға не алып кету керек, Қытайдан не жедім деген сияқты, мысалы маған Қытай, Түркия бәрін қоя беріңдерші. Ладно, болды. Пока. Тіркеліп алыңдар. Мен өте көп видео шығарамын алдағы уақытта. Feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.